Сәлематсыздар ма? Қалайсыздар көпшілік? Өткен жолғы видеомда мен Сарыбай би туралы бір әңгіме оқыған едім. Соның жалғасын сіздерге тағы ұсынып отырмын. Бұл жердегі әңгіме өте қызық. Кенесары ханның баласы жайлы. Бұрын соңды естімеген әңгіме екен. Сіздер де біле жүріңіздер. Кенесары ханның баласы Сыздық төре кейін арада талай жыл өткен соң Алатауға Сарыбайды іздеп келеді. Сареке, қасыңызға бірер адамды ертіп, мені қырғыздарға апарыңыз. Әкемнің өлген жеріне Құран оқып, бір бас құрбандық шалайын деп қолқа салады. Сыздық сұлтанды Сарыбай би ерекше сыйлап күтеді де қырғыздарға апарады. Қырғыз манаптары қатты әбіржіп, бұл жайға ерекше сасады. Сұлтан келіп, хан атасының ескі кегін аламын деп, жаугершіліктен әбден қажыған елді дүрліктіре ме деп, бар жақсылары кеңес құрады. Алыстан шолғыншы қойып, қанша жоқ қолмен қалай келе жатыр екен деп, іштей білдірмей әзірленеді. Сөйтсе, Сыздық сұлтан қасына Сарыбай биді, Жамбыл ақынды және өзінің ат ұстайтын екі сарбазымен күнге асып, шу өрлеп, тоқпақтың жанында ақ шағаладай киіз үйлер тігіп күтіп отырған қырғыз ағайындарына барады. Кекілді сайы 11 жыра екен. Сол жерге барып, жетіктеп келген ақ боз биені шалып, Құран оқиды. Бүкіл қырғыз біткен тік тұрып, ыммен ғана қызмет көрсетіп, бәйек болады. Атасының қаны тамған жерге бір түнеп, ертеңіне қайтпақ болғанда, қырғыз манабы сөз бастайды. Сыздық төре, 6 атаңнан бері хан тұқымысың. Қырғыз қазақ бір туған емес педі? Айтуға тіл кесіліп тұр. Мына бір керуен түйелерді ал, үстіндегі жүгімен саған тартқан тартуымыз. Оған қоса 1000 сәйгүлік және 2 қызымыздың жасауымен бермекшіміз дейді. Бұл берер сыйлығымыздың басы ғана деп білерсің деп кешірім сұрауға батпай, астындағы арғымағын ортаға тартады. Сонда Сыздық сұлтан, мен сендерден ештеңе сұрап келгенім жоқ. Әкемнің көзі боларлық ер-тоқымын беріңдер. Ал мына армағыңды бауыздап, елге таратып жібер деп қабағын ашпайды. Кенесарының ер-тоқымы рабайсыз үлкен ауыр екен. Ерттеген жылқының арқасын алып түсетіндіктен бір сиыршы өгізге ерттеп жүр екен. Соны тауып әкеліп беріпті. Баяғы күміс үзеңгі сыртқы ашамай өрнектерін жұлып тастапты. Әбден тозған ерді құшақтап, артына бөктеріп, Сыздық сұлтан жөнеп беріпті. Алатаудың теріскейіне ауып, бір бұлақтың басына келгенде, аттан түсіп, сыздап түнеріп келген сұлтан қасындағы серіктерін ұзатып жіберіп, ақын мен биді ғана қасына алып қалады. Қалмақпас ерді құшақтап өкіріп жылаған екен. Мынау найзаның түбін тіреп қоятын қасы, мұны төріме іліп қоямын. Ұрпағымнан ұрпағыма қалсын деп, қасын шауып алып қоржынына салады да, ерді жармалап бөлсе, ағаштың ішінен құйма алтынды толтырып тастаған екен. Соны Сыздық төре алып, мә, қанша алсаңдар да берейін дегенде, Сарыбай би, Сыздық айналайын, сен алтынның сынығысың, пейіліңе рахмет. Сендердің еліңде біраз екей бар, әсіресе батырлықпен барып қалып қойған Әлти, Қосай, Жолашырларды еліне қайтар. Қайтарыңда Түркістанда өлгендерге арнап мал сойып, Құран оқытсын. Осы саған аманат депті. Екей деген сол шапырашының бір атасы болу керек, атасының содан тараған балалары болу керек. Сыздық сұлтан екейлерді іздестіріп, Өзбек, Қоқан, Түркмен жерлерінен кері қайтарыпты. Қастарына адам қосып, жеткізіп тастапты.
Ел арасында Сарыбай би айтыпты дейтін шешендік кесім, билік тапқыр сөздер, мақал нақылдар аз емес деп әңгімені аяқтаған екен. Міне Сыздық төре туралы бір әңгіменің үзігі. Тағы бір қысқа әңгіме сол Сарыбай биге қатысты. Бір жылы жұт болып, ел күйзеле бастайды. Сонда Сарыбай би байлардың малын бір орталыққа жинап, шетінен ашыққан тарыққандарға сойыс беріп үнемдеп, үлестіріп отырған. Аштықтан әлсіреген кемпір шал бала шағаға ыстық тамақ ұйымдастырып, оларды аштық апатынан аман сақтап қалған. Сондай қиын қыстау күндері жасы 80-дерге келген, өзінің құрметтейтін бір ағасының хал жағдайын білмек болып, оның үйіне барады. Барса, алдынан беліне арқан байлап, отынға барғалы, қам жасап атқан келіні шығады. Қалай келін бала, қариялар ашығып қалған жоқ па, десе, әлгі келіні: не қалайы бар, биғайнаға, күндіз түні дамыл таппай отын шабамын, шөп жинаймын, оны малы барларға апарып сатамын. Әйтеуір сөйтіп кемпір шалды асырап жатырмын депті. Келіннің бұл әрекетіне риза болып кеткен Сарыбай: келінжан, ерте тұрып кеш жаттым, жусан шаптым, шөп шаптым, оны байларға саттым, сөйтіп ата-анамды бақтым десеңші. Бәрекелді қалқам, келіннің бәрі сендей бола берсе шіркін, деп оған алғыс айтыпты да ілгері жүріп кетіпті дейді. Бұндай қызықты өнегелі әңгімелер көп екен. Тағы бір кезекті әңгіме, ер кезегі 3 рет деген ғой. Жаздың бір күндері қазақ-қырғыз сусамыр жайлауын жайлап отырғанда, шәбден манап қасында отырған Сарыбай биге қарап: қартайған адамның неше түрі болады, деп төтеннен сұрақ қойыпты. Сарыбай ойланбастан: қартайған адамның 3 түрі болады депті. Шәбден манап: кәне ол 3 түрін қандай дейді. Сарыбай: қарт адам не дана, не бала, не шала болады дейді екен. Кәне оны тарқатып айтып берші, дейді. Сонда Сарыбай өлеңдетіп: елінің қадірі болса, дана емей немене, өсек аяң тасыса, шала емей немене, алжып елден қашса, бала емей немене, дейді. Бұл жауапқа Шәбден риза болыпты да: Сареке, сізді дуалы ауызды көсем, төтеннен сөз табатын шешен деуші еді жұрт. Рас екен ғой, кешелі бері бұған көзім жетті. Әй жігіттер, қайдасыңдар, мына Сарыбайға ат шапан сыйлаңдар, алдына бір үйір жылқы салып беріңдер деген екен. Міне шешен бабаларымыздан бір үзіндік 3 әңгіме қабыл алыңыздар. Амандық саулықта жүздескенше.